Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді әрі жұмсақ, воздушный болып көтеріліп пісетін үй жағдайында жұмсақ нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап, мені қолдап отырыңыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға қажетті мөлшерде жылы суды, оның үстіне жылы сүтті құйып, оның үстіне ашытқы, яғни дрожж қосып, дәміне қарай тұз, қант қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырамын. Оның үстіне сұйық май қостым. Сіздер сары майды да ертіп қоссаңыздар болады. Және де барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін қажетті мөлшерде ұн қосамын. Ұнның үстіне бір ас қасық міндетті түрде разрешатель, яғни қопсытқыш қосып араластырыңыздар. Сол кезде ұндарыңыз воздушный өте күшті болып көтеріледі. Меншікпен басында осылай араластырып алғаннан кейін әрі қарай қолмен жұмсақ қамыр илейтін боламын. Қамырды илеп болғаннан кейін бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды қосып араластырып илеңіздер. Сол кезде қамырларыңыз жұмсақ әрі тез көтерілетін болады. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Айтпақшы, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Қамырды илеп болғаннан кейін пищевой пленкамен немесе салафанмен бетін осылай жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қалдырамын. Қараңыздар, қамыр осындай жұмсақ, воздушный үлпілдек болып көтеріліп шықты. Сіздер де тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Қамырларыңыз тура осындай болып шығады. Әрі қарай осы қамырды теңге 2 бөлікке бөліп, нанды пісіретін боламын. Осылай қамырды 2 бөлікке бөліп, противенге пергамент қағазын төсеп, үстіне осы 2 қамырды орналастырып, лезвиемен үстіне узор салып шығатын боламын. Узорды салу міндетті емес. Әрі қарай пеште 200 градуста 30-35 минут көлемінде қызарғанша толық пісіріп алатын боламын. Қараңыздар, нан осындай өте жұмсақ, үлпілдек болып осылай көтеріліп шықты. Сіздерге де тура осы рецептпен жасап, дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, маған қолдау білдіріп, лайк басып отырыңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Еш уайымдамаңыз, нанның ортасы осындай толық пісіп, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығатын болады. Менің рецепт ұнаған болса, сізде тура осы рецептпен жасап көріңіз. Ендеше ас болсын.